Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Біз Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысына орай жүргізіліп жатқан татулық кезет жобасы аясындағы хабарларымызды жалғастырамыз. Бүгін біз әйелдер қауіпсіздігі, жалпы әйелдерге құрмет, қоғамның мәдени дамуының көрінісі атты подкаст жүргізгелі отырмыз. Бүгінгі подкасттың құрметті қонағы президент жанындағы әйелдер ісі және отбасы демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның мүшесі, республикалық аналар кеңесінің төрағасы, парасат және ел бірлігі ордендерінің иегері құрметті Шанайын Назипа Ыдырысқызы. Назипа Ыдырысқызы, біздің шақыруымызды қабыл алып, уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сізбен бұрында кездескен болатынбыз, осы мәселелер төңірегінде бұрында сұхбат құрып, көптеген мәселелерді көтердік. Ал енді бүгінгі кездесуіміз бірнеше бір қоғамдағы өзгерістер аясында өткізіліп отыр. Соның бір алғашқысы деп айтсам болады шығар. Қазір осы Мәдениет және ақпарат министрлігі әйелдер қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша арнайы ақпараттық науқан өткізіп жатыр. Ол науқан осы 9 ақпаннан 9 наурызға дейін өткізіліп отыр. Әрине ол бір айлық бір шаруа емес, ары қарай жалғасында табат болу керек. Және құрмет атты челлендж жарияланды. Оған енді қоғам арасында біраз біз жұмыс жүргіздік. Осы жоба аясында Алматы қаласында болдық, Қарағандыда болдық, Көкшетауда болдық. Міне бүгін енді өзіңізбен кездесіп отырмыз. Себебі өзіңіз жаңағы ұлттық комиссияның мүшесі есебінде, аналар кеңесінің төрағасы есебінде осы мәселелердің ортасында жүрсіз ғой, енді солай ғой. Күнделікті жұмысыңыз. Сондықтан сізбен болатын сұхбатымыз өте мәнді, мағыналы болады деп ойлаймын. Назипа Ыдырысқызы, жалпы жаңағы осы біздің тақырыбымыз, подкасттың тақырыбы әйелдерге құрмет, ол қоғамның мәдени дамуының деңгейінің көрінісі деген бір қағида бар. Солай ғой, енді мен жаңылыспасам, оны заңғар жазушы Мұхтар Әуезов айтқандай, шынында да бұл енді бұлжытпас бір қағида, бәріміз келісетін шығармыз. Осы қағида біздің елімізде, мемлекетімізде қаншалықты көрініс тауып жатыр? Әңгімемізді осыдан бастасақ, осы туралы қандай ой пікірдесіз? Егер де мемлекеттік тұрғыдан қарайтын болсақ, бүгінгі таңда әйелге құрмет деген ұғым 100% орындалып жатыр деп айтуға болады. Жалпы біздің ұлтымыздың ұстанымында, өмірлік философиясында бұл кәдімгі ата-бабамыздан келе жатқан моральдық ұстаным. Себебі ислам дінін қазақ халқы қабылдағаннан бастап анаға құрмет деген ол ең биік мәдениеттіліктің биік шыңы. Себебі құрметті 3 рет анаға көрсеткеннен кейін әкеңе көрсет деген шариатта қалған ұғым. Бұл біздің қазақтың өмірлік ұстанымына айналған. Сондықтан шығар бізде қыз баланы қашанда қонақ деп санап оң жақта орын берген. Төркіндеп келсе төрінен орын берген. Бірақ та егер де біз бүгін әлеуметтік көрсеткіш ретінде мемлекеттік тұрғыдан қарайтын болсақ, индикатор ретінде онда назар аударайық. Мысалы қараңыздар, біз биылдың өзінде, өткен 2025 жылы республика бойынша 131 отбасын қолдау орталықтарын аштық. Отбасын қолдау орталықтарының негізгі қызметі бала мен ананың жағдайын жасау. Бұның артында қандай мәселе тұр? Олай болатын болса, ол отбасын қолдайтын және оны басқаратын, алып кететін ер кісінің рөлі. Біз құрмет деген сөзде, мына жерде, отбасындағы бір-бірімен қарым-қатынасты қарауымыз керек сияқты. Бүгін біздің отбасыларымызда егерде толеранттық қарым-қатынас, әйел кісіге деген сый, құрмет бар болатын болса, онда біз неге бюджеттің ақшасын жаңағыдай орталықтарға құртып жатырмыз? Басқа да қажеттілігіміз жетіп жатыр ғой. Моральдық тұрғыдан әйелге деген құрметтің төмендігі
міне осындай әлеуметтік мәселелерде көрінеді. Және де өздеріңіз білесіздер, мысалы тек қана 24-ші жылдың өзінде біз заңдарға қаншама өзгеріс енгіздік, оның ішінде отбасындағы әйел мен баланың құқын қорғау мәселесі бойынша. Ал құрмет бар жерде біз заңды қатаңдату мәселесін көтереміз бе? Егер де қоғамда бұл мәселе ретінде туындамаса, өзекті мәселе, өзекті, онда заңға бап қосудың қажеттілігі де туындамайтын еді. Сондықтан біз егерде мемлекеттік тұрғыдан қарайтын болсақ, мемлекет өзінің тарапынан атқарып жатыр іс-әрекетін қоғамның қажеттілігіне сәйкес. Бірақ біз бұл жерде қоғамдық сана қай деңгейде? Қоғамдық санада анаға, әйелге теккен құрмет неге төмендеді деген сұрақты қоюымыз керек сияқты. Бүгінгі таңның өзектілігі міне сонда болып тұрған сияқты. Егер де баяғыдан келе жатқан қызға құрмет бар болатын болса, онда біз жаңағы сіз бүгін бұл мәселені көтермес едіңіз. Иә. Расын айтқан кезде. Арнайы науқан жүргізілмесе. Да, арнайы науқан жүргізілмес еді. Дәл бүгінгі таңда жаңа сталкингке байланысты қайта-қайта жаңа челлендж не ұйымдастырудың артында мәселеге, өзекті мәселеге көзқарасты өзгерту мәселесі тұр. Жақсы, шынында да қоғамдағы қазіргі әлеуметтік жағдай, әйелдерге құрмет мәселесі айттық қой енді. Демек, біздің мәдени дамуымызда белгілі бір проблемалар, белгілі бір кемшін тұстарымыз болып тұр ғой. Соның әрине себептерін зерттеп, осы бойынша енді белгілі бір әлеуметтік зерттеулер жүргізіліп жатқаны анық. Оны енді осы мәдениет және ақпарат министрлігі де жүргізіліп жатыр барлық салада. Енді өткенде тіпті мемлекет басшысы Қызылорда өткен ұлттық құрылтайдың өзінде мынау Шымкенттегі Нұрай қызымыздың мәселесін көтерді ғой. Ол туралы өте көп айтылды. Енді сол марқұм қыздың атын өзі қайта-қайта ата беруді ыңғайсыз, бірақ шын мәнінде бүкіл елді дүр сілкіндірген өте ауыр жағдай болды. Сондықтан қазір сол сталкинг қыздың соңына түсіп алып, жаңағы мазалап, аңдып, күн көрсетпей, өмірдің берекесін қашып, бұрын өзім көп біле бермейтін сталкинг деген сөз шықты. Мен өзім көп біле бермейтін, сол кәдімгідей бір термин болып шықты. Және қыз алып қашу деген мәселе бұрын бір біздің ұлттық дәстүріміз ғой деп бүркемеленіп келген. Көп жағдайда қыздарды ұрлап алып қашу, жаңа алып қашу деген нәрсе көп кездескен екен деп, бірақ оған көз жұма қараған жағдайымыз көп болған сияқты. Қазір енді біз жаңа өзіңіз айтқандай санамыз оянып, оның дәстүрге ешқандай қатысы жоқ, ол таза қылмыс екендігіне сондай тұжырымға келіп отырмыз. Осы жайлы Нәзипа Ыдырысқызы айтсаңыз, яғни бұл қыз алып қашу деген дәстүрден біз енді оны қылмыстық деңгейге кетіріп, арнайы заңның баптарын енгіздік қой. Бұл дұрыс қой, қалай деп ойлайсыз? Иә, жалпы қазақтың тарихында бұл кездескен жағдай. Егер де 19 ғасырда мысалы жаңа кедейліктен қалың малын бере алмайтын болғандықтан жастар әке-шешесінің батасын алмай бас құрап қашып кеткендігінен пайда болған дәстүр деп санаймын. Содан кейін мына кеңес дәуірінде де қазақы дәстүр артқа ысырылып, содан кейін жаңағыдай екі жақтың бір-бірімен тіл табысуы болмай қалған жағдайда жастардың тойсыз әке-шешесінің келінсіз үйленгенді де алып қашу деп саналды. Ұзату тойы болмайды. Бірақ ол жаңа екі жастың бір-бірімен келісімі болатын. Ал енді бүгінгі таңда болып жатқан жағдай өте дөрекі. Мен қашанда аналық көзқараспен қараймын. Мысалы, жалпы осы құрмет мәселесіне келген кезімізде біз жиі әйелдер туралы айтамыз. Ал
негізгі мәселе анада. Әйелді біз ана деп қарайтын болсақ, Нұрайдың жағдайында қараңыздар, алып келген екен біреудің қызын, балалығы шығар баласының, ал бірақ та сол елдің аналары неге оны тоқтатпады? Аналардың қалайда тойға жеткізу алдына мақсат қойып, ол қызды тыңдамауының артында не тұр? Біз бір кезде осындай жағдайдан өттік дегеннің артында бақытты ма сол ананың бәрі? Бақытсыздыққа итеріп жатырым деген жауапкершілік бар ма? Обалына қалды. Сондықтан жаңа қоғамдық сана деген мәселе бар ғой. Біз өзіміздің бір туыстық, жаңа жақындық жағдайымызды соны қорғап қалу үшін екінші адамның құқын бұзуымыз заңға сәйкес қазір жауапкершілікке тартылу өте дұрыс деп санаймын. Сіз бір ролик дайындап әкелгенсіз, көрсете қойшы, роликті. Осы туралы қоясыз, жаңа қыз алып қашу туралы. Осы ғой. Бұл зорлықпен алып қашқан қыздың тағдыры. Қазақ қыз баласын арда тұтып, еркін өсіріп, таңдауына құрметпен қараған. Бірақ уақыт өте келе, дәстүр деп жалаң атты жамылып, мәжбүрлі түрде алып қашатындар саны көбеюде. Бұл дәстүр емес, бұл қорлық, адам құқығын аяққа таптау. Бұл бассыздықтың тамырын кесетін жаңа заң енгізілмек. Неке ерікті және тең құқықты болуы тиіс. Мен сияқты зардап шеккен қыздардың құқығы заң алдында қорғалып, қылмыскерлер өз жазасын алуы тиіс. Үнсіз қалма, өз дауысыңды бер. Гүлдей жайнаған, алдына биік мақсат қойған, арманы бар қыз баланың зорлап алып қашып келіп, үйіне әкеліп, міне сол күннен бастап оның өмірі мәңгілікке өзгерді. Оның арманының бәрі жойылды. Және де ол бөтен үйге, сол үйге міндеттелді жаңа тұруға. Бұл ең үлкен адам құқығының шектелуі деп саналады. Тапталуы да, шектелуі де, себебі ол үйде оның алдынан шыққан мың сан шектеу бар. Бір айлық ақпарат науқаны аясында көптеген осындай роликтер түсірілді. Сізде де бұны бар екен, бұл көрсетуіңіз рахмет. Шынында да осы мынау халықтың бір сауатын ашу, жаңағыдай бір жаңылыс көзқарастардан алшақтату, соған тыйым салу бойынша осындай жұмыстар жүргізгеніміз дұрыс қой. Мен бір ғана бір өз кейс дейді ғой, жаңағы бір көрген білгенімді айтқым келеді. Осы 2 ай бұрын оңтүстік өңірде болдым. Енді облыстың атын айтпай қойын, ыңғайсыз да болар. Сол жерде бір әйел азаматтармен сөйлестім. Сонда мен осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр, заңға өзгеріс енгізіліп жатыр десем, ой, сізде айтасыз, ол біздің ауылдың еркектері ол заңды қайтсын дейді. Ол қызды алып қашу, арақ ішіп кеп әйелді ұру, бала шағасымен қосып сабап, зорлық зомбылық көрсету, ол бізде әдетке айналып кеткен дейді. Мен таң қалдым. Қазіргі 21 ғасырдың ортасында осындай жағдай біздің ауылдық жерлерде болып жатады екен. Мен айтам, енді ол заңға жүгінуге болады ғой, мысалы десем айтады. Заңға жүгініп полицейге хабар беретін болсаңыз, ол бізді өлтіріп қою мүмкін дейді. Яғни осындай президент айтқандай жабайылық деңгейде қалып жатқан жерлер бар екен. Сондықтан мен ойлаймын, ол бір айлық жаңағы ақпараттық науқан енді дұрыс шығар, бұл бір бастама болар, Назипа Ыдырысқызы. Ол жұмысты кәдімгі жергілікті әкімдікпен, заң органдарымен, білім беру саласын, енді үлкен әлеуеті үлкен ғой, мәдениет саласы, ары қарай жұмыстарды үнемі жүргізу керек сияқты. Енді мынау көріп отқанымыз сұмдық қой. Соның бір бұл жаңағы оқиға нағыз көрінісі болды.
жараның бір ашылып кеткен жері да. Ал енді біз көрмей білмей жатқан нәрсе. Сондықтан сіз айттыңыз ғой, жаңа мынау ұлттық комиссия осы мәселелерді бір мониторинг жасап, ақпараттар жинақтап, сол бойынша бір шаралар қолдануға бір пәрмен беріп жатады деп, осы туралы айтарыңыз бар ма? Иә, ұлттық комиссия тарапынан бұл тұрақты мониторингке жататын және 2 жылда бір рет Қазақстан отбасы деген ғылыми зерттеу жұмысы жүргізіледі. Қорытындысы шығарылады. Ол қорытындысы бойынша жасалынған біздің ұсыныстарымыз кәдімгі мемлекеттік органдарға, жергілікті жерге және президенттің өз аппаратына тапсырылады, іске асырылуға жіберіледі. Аналар кеңесінің де негізгі жұмысының бір бағыты осы бағытты реттеу. Негізі жаңа сыйластық деген мәселеге байланысты ғой, мен қашанда аналарға айтам, жаңағы отбасына тыныштық бермейтін ұлды де тәрбиелеген біз ғой деп. Аналар ғой тәрбиелеген. Жалпы ер кісі өзін сыйлата білген жағдайда отбасында тыныштық болады. Ер кісіні осал қылып тәрбиелеген ана да, әке де кінәлі. Мен қашанда осы бағыттағы жұмыста билік те басқа біреу келіп шешетін нәрсе емес. Өздеріңіз білесіздер, әр үйдің есік терезесі жабық қой, ішінде болып жатқан нәрсеге ол мына кішкентай мемлекеттің ішіне ешкім араласа алмайды. Олай болатын болса, бір шағым түспесе бала шағаны тәрбиелеп туылғаннан бастап, бүгін біз неге конституцияны соншалықты жайнап ауыздарына салып жатырмыз, қоғам түсінсе деп. Себебі түсінген қоғам ғана құқықтық мәдениетті қалыптастырып өсіреді өз баласын. Негізі отбасының жағдайы ер кісіге байланысты. Ер кісі сыйлы болады болса, әйел кісі өзін бақытты сезінеді. Соның артында 3 қадам артында тұрады. Және сол жамандық көрмей өскен бала ертең қоғамға да жақсы азамат ретінде кірігеді, себебі ол арманына жетеді. Ал біздегі ең үлкен мәселе осындай жағдайға жеткізетіннің бәрі біздің мәдениетіміздің төмендігінен болып тұр. Мәдениетті көтеру науқан арқылы реттелмейтін нәрсе. Біз бүгін президентіміздің жаңа кітап оқитын ұлт сияқты үлкен мәселелерді құрылтайда көтеріп жүр ғой. Себебі озық ойлы ұлт деген маған қатты ұнайды. Себебі кітап оқу арқылы адам рухани байиды. Оның ішіндегі жақсы және жаман кейіпкердің образы арқылы мен мынандай болмаймын деген мәселені алдына қояды. Өзінің өмірін салыстыру қажеттілігі бар. Егер де міне сол деңгейге жетпейтін болсақ, мен мысалы бір нені айтқым келеді. Байқайсыз ба, соңғы кезде бізде балалардың өміріне қол сұғушылық, оның ішінде қыз балалардың өміріне көптеу кездеседі. Және осы жағдайда мына отбасының жақын адамдары тарапынан. Енді 71 жастағы шал сотталды ғой, 15 жылға. 16 жасар жиеніма бала тауып. Міне осы жағдайда сыйластық, және сіз жаңа айттыңыз ғой, әйелге деген сыйластық, қызға деген сыйластық көзқарасқа байланысты.